Хей, бро, сіздер ме? Бүгін мен Майнкрафтта жай ғана выживанияның 3-ші сериясын түсірдім болған. Ал ендеше видеомызға кеттік. Короче, достар, алдыңғы серияда біз шахтаға барған есіңізде ма? Бірақ мен ол шахтаның, жалғасын түсіру есімнен шығып кетті. То есть, видео тоқтап қалғанда білмегем, кешіріңіздер, бірақ алдыңғы серияда заттарына қайттан келді, өзімде қуанып қалдым, міне. Алдыңғы шахтада лазурит, булыжник, уголь көп тапқан едім, айтпақшыдай. Пешкада кейін железалар да бар еді. Кешегіде шахтаға барған железаның бәрі жоқ болып кетті, достар. Бүгінгі серияда біз не істейміз? Короче, мен аяқтан бір ағаш алып келдім, соған бүгін үй соғатын боламыз. Так, күте тұрыңыздар, я? Так, мынадан біреу. Маған бір не істеу керек еді. Лопата істей қойшы, достар. Булыжник қоямын. Просто жаңа текстур болғанға үйрене алмай жатырмын да. Мына кішкене әдемі бір жерім бар, мына. Әдемі кетеді. Мына осының бәрін сындырып, короче, біз Майнкрафттың дауысы қатты сияқты, я, достар. Бүгін біз үй соғатын боламыз, я. Қай жерге соғатын білмеймін, бірақ осы жерге соғамыз. Жақын жер. Аяқта грибы. Достар, мен бірінші рет көрдім осы выживаниенің барлығында грибті. Достар, егер осы видео ұнап жатса, лайк басып каналға жазылып кетіңіздер. Осы видеоға 6 емес 7 лайк алсақ, жаңа видео шығады, достар. Тез. Бұл видеоның монтировкасы жасаймын, себебі монтировкаға көп мегабайт кетеді, оны шығарып алуда көп уақыт кетеді. Мен ондайға дейін бармаймын, наркоманияға дейін. Соған монтажды түсіремін. Видео годный болса болды ғой, монтажды да келіңіз. Так, осының бәрін сындырып болайын. Боса. Достар, бұл үйді мен әшейін коробка болып соғамын, ал келесі серияларында сіз маған комментария жазып кетіңіздер, қалай түсіретінімді. Ала салайын. Достар, мен шетін мынанмен бастаймын деймін. Так, 1, 2, 3, 4. Жаттабаңызды 4. Мына ең шетін алып. Жоқ, ең шет емес. 1, 2, 3, 4. Бітпаңызды. Тойын бақсаға. 1, 2, 3, 4. Кешір, досым, Стив. Оның алтығында. Бірақ мен слайм ұқсайды екен. Ошыр ғой, 1, 2, 3, 4. Біз онда мына арасына не қоямыз, достар? Достар, мен онда булыжник алып келейінші. Маған булыжник көп керек болады. Булыжник. Онда не үшін алдым, достар? Не үшін алдым осының бәрін? Құр жинау үшін алдым да. Күшті дауыс шығайды, достар. Ой, сол. Мына осына күшті текстур пак бар айды. Текстур баг енді сіздерге кергеміз шығар, я? Ұнамайтын да шығар, бірақ әйтеуір бір нәрсе алып. Мен тауып алдым осы текстур пакты. Жаңа строительство басталды. Так, мынаяқ. Кейін достар, мынаяқтың бәрін алып тастауды есіме түсіріп қойыңыздар. Мынаяқтың бәрін алып тастау керек болып тұрады. Қараңыздаршы. Жаман көрінеді ғой, достар. Бұл серияда құр үй соғатын боламыз, я. Бір солай алсаш, кейінгі серияларда бір жағыз. Міне мештіктер үйістіп көрінеді бұда. 1, 2, ол үйістіп соға өш. Кейін достар, сындырып айнегін қай қоятын есептеймін, қазір шетін жоқ қойдақшы. Достар, бұда ешқандай мықты болмайды деп айта аламын, себебі мен іштерден қараған жоқпын. Куда глаза глядят дейді ғой, басым алған жаққа деймін соға. Сиырды да бір загонға апарып қою керек, достар. Ләжі болса фермамен айналысу керек, анау корова соларды размножаться етіп бір фермасы қой керек. Кожа керек, достар. Білмеймін не үшін екен, бірақ кожа керек. Книжкаға керек айтпақшыдай. Міне мыналар пайда бола бастады. Так. Үстіне бір слой қойып қойшы. Микрофон дыңыз тұрса кешіңіздер енді. Осындай микрофон. Бірақ микрофон деп айтқым келмейді оны. Бүйтіп алып тастайын.
Майнкрафтта қазір 50 FPS болады. Енді текстур пак есептегенде, тем более блок қойғатын. Осы выживанием жоғалтқым келмейді. Басқа выживаниелерім сияқты. Небір выживание жасаған, бірақ мен жоғалтып қалғам, өкінішке орай. Сенесің, джунглим бар ма не бізде? Джунглиге ұқсайды екен, достар, есік қақта болады. Бірақ та соққым келмейді. Есік мына жақта болсын да. Осы жерде. Жоқ. Күте тұр. Есептеге, әлі көзбен ме? Есептесақ. 1, 2, 3, 4. Қазір наркомания болып кетеді, осы жерге болды. Әйтпен ұзақ болып кетеді. Наркомания деген енді уақытта істеген нәрсе, ұзақ істеген нәрсе сіздерге түсіндіре алмайын шығармын. Маған не керек, достар? Песок бар ма? Песок жоқ сияқты, аяқтан алып келші. Песок маған стеклоға керек. Стекло. Енді қазақша айтқан кезде терезе да, терезе. Фуй, айна демекші ма? Песоктан мынандай бір әдемі текстурмен. Shift көп баса беремін мен. Так. Достар, егер осы видео ұнап жатса, лайк басып каналға жазып кетеміз. Каналымда қашан 100 подписчик болады, достар? Тез жинатсаңыздар каналыма. 100 подписчик. Шейдермен ойнайын ба, ойнамайын ба? Себебі бір серияларды көргенде, көрдіңіздер ғой, шейдерім жаман қатады мен. Емай, мыналарды арға істемей қойшы. Қачы, мынаны пісіріп үлгерем ма? Пешке салып қойшы. 32. Алдыңғы серияда угілі көп тапқаным, судан қапқаным, мұнан бәрі. Мұнан бәрі биттен қойсайшы. Земля екен ғында. Онда сен пока жинала бер, я? Мен пока түзілігін істеймін. Достар, мен комнатаға соғайын ба, білмей атырмын. Білмейтін шақтымын. Так. Мияқта давай осы жерге спальный соғайық. Білмеймін маған еш. Осы жерге спальный соққан мұнайтын шақты. Достар, мұнан бәрі полдың бәрі тұрмайды, конечно. Полға бір ағаш қойып қоям. Енді бүйтіп қойып қоям, бүйтіп. Әлде басқасы бола ма? Давай басқа дуб түріне істейік. Пока анақта стекло болып атқаннан береза сындырып кетеші. Березаның текстурын айтып маған ше. Осы видеоны YouTubeға салу қанша уақыт күтедім енді. Бірақ сіздер үшін енді көп күтем. Караба көп қой, біреуін өлдірейін. Тоқта караба. Кешіңіздер енді. Сіздердің ютуберлеріңіз осындай жынды десе болады. Енді ютубер деген мен да. Достар, енді каналымда бір подписчик болса, ютубер. Грибы бөш маған. Так, береза. Береза керек, достар, маған. Мен не іздеп жатқан білгіңіз келсе. Өте саш маған шеріс керек, ол береза. Береза көп керек. Так. Осы видеоны сөйлемей өткізеді болсын, кешіңіздер, достар. Енді не сөйлейтін білмей қаламын. Бұл текстурда береза барлық әдем күні деген ше текстурлер. Білмейтін болса, портал деген текстур пак. Ссылкасын іштерін тастамай қоям іштерге. Себебі удалдеп тастауым мүмкін. Сосын, өздеріңіз іздеңіздер деймін да. Саженса керек емес пока. Мына шақта да не бар? Кішігім шақта. Угіл. Угілді алып кетейік, достар. Угіл бесконечно болмайды, сол үшін алып кетейік. Бәрі бар аяқта песок жанып жатыр. Әлде ұяқта чанып болмай жатыр ма? Типа адам болмасаң да ешнәрсе жанбайды деген дейді. Опыт керек, достар, опыт. Сол үшін сындырып жатырмын. Әптен керек емес қой. И бұл жүкте керек, достар. Бұл жүкте сындырып қояйық. Кешіңіздер енді үйсті уақыт жеп отқанға. Бірақ енді серия түсіру керек қой енді, достар, қалай да болса. Бірақ ең жаман жері осы видеоны YouTubeға салу ұзақ енді. Кішкентай үй болып қалды, қазір төбесін бүйтіп көтермесін. Так, песогымыз не болды? Песок 17 болады. Достар, бұған қандай түс қойын? Сары. Әлде ақ түс бола берсін, ақ түс бола берсін. Яблоканы қараңыз, қан сияқты көрінеді. Стекло қақта болады.